Стрелковый топрақ наразылық мейданында полиция хадимлері инсанларыны итеп, құружылық шіркетінің хадимлеріне yol açtı. Олар есе құружылық үшін мейдан азырла башлағанлар. Сабадан ерлі сакинлер техника кечмесіне yol бермеді. Монолит құружылық шіркеті 100 гектар топрақта Крымская роза мескен еріні құрмақ үшін дабыр топрақ дамартысыны сарып алажақ olды. Құружылықнен разы олмаған инсанларының евлері қора артында қала. Сакинлер наразылық көстере инсанлар техника кечмесі үшін yolны блок етті, атта экскаватор оғыне ятмаға мечбур олдылар. Анда полиция ве ОМОН хадимлері де келді. Что они нам предлагают, как представители компании? Они говорят, мы загораживаем заборами ваши дома жилые. Кто здесь живет, мы дадим вам пропуска. По пропускам 2 месяца вы будем вас пускать. А через 2 месяца, вот вам 2 месяца позабавились, уехали. Это решение такой проблемы, я не понял. Как это? Нас загораживают с жилыми домами, и нам дают 2 месяца, что мы освободились. Почему с администрацией города с нами не общается? Почему какая-то частная компания с нами общается? И какие-то нам копейки дает подачки, чтобы мы отсюда ушли? И угрожает нам, что мы снесем дома. Ну, почему с нами на контакт не идет администрация города? Наразылық көстергенлер тарқалмаға башлаған сон оқу құрыжылар инсанларына четке алып құрыжыларына шу мейданға кечірді. Стрелковый наразылық мейданында онларнен қырымтатарларынан евлері тұра. Монолит шіркеті есе бұйық мескен ер құражақ ола. Құрыжылық шіркетінден сакинлерінің эпосы тазминат алмаға разы олмады. Чоқысы өз евлеріні қалдырып кетмеге азырды кел. Уже прошли рабочие, прогнали технику, сверлят отверстия, устанавливают столбики. И сейчас начнут крутить эти заборы. Все, а дальше они скажут, вот кто уже пройдет на эту территорию. Как вот объект поставили сторожа, кто-то пройдет проникновение на чужую территорию.